Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Сауат ашу сабағында қандай тақырыппен танысамыз? Оны білу үшін мына суретке назар аударайық. Суретте кімді көріп тұрсыңдар? Ол қай ертегі кейіпкері? Өте жақсы, жарайсыңдар. Бұл Алдаркөсе ертегісіндегі Алдаркөсе екен. Балалар, оның қолында нені көріп тұрсыңдар? Иә, сандықша. Алдаркөсе осы сандықшада бізге сиқырлы суреттерін жіберген екен. Біз ол суреттер арқылы бүгінгі тақырыбымызды анықтай алады екенбіз. Қанекей, назар аударайық. Бұл ненің суреті, балалар? Компьютер, ою, аю және юбка. Балалар, қарайықшы, бұл суреттерді бір-бірімен не байланыстырады? Және сендерге бұл суреттердегі, бұл сөздердегі қай әріп таныс емес? Өте жақсы. Олай болса, біз бүгінгі сабақта ю әріпімен және дыбысымен танысатын боламыз. Сабақтың мақсаты оқудың түрлерін қолдану, мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұрақтарға жауап беру. Мінекей, балалар, бұл ю әріпінің баспа түрі және жазба түрі. Ю қандай дыбыс? Оны анықтау үшін кәнекей барлығымыз бірге ю әрпін айтайық. Ю, ю. Өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырады ма? Жоқ, өкпеден шыққан ауа ешқандай кедергісіз емін еркін айтылды. Демек, бұл дауысты дыбыс екен. Ал осы ю әрпін айтқан кезде, ю дыбысын айтқанда, біз қандай дыбыстарды естіп тұрмыз? Қысқа и және де у дыбыстарының қосындысын естіп тұрмыз, иә? Яғни қараңдар. Аю, ою. Бұл сөздердің соңында бізге и, қысқа и және де у дыбыстары естіліп тұр. Алайда біз жазғанда ю әрпін жазады екенбіз. Біз алдыңғы сабақта танысқан я әрпі секілді ю әрпі де қосарланған дауысты дыбыс екен. Яғни қысқа и мен у дыбыстарының қосылуынан жасалған. Олай болса, балалар, қанекей барлығымыз бірге берілген сөздерді оқып шығайық. Сонан соң жеке оқуға көшеміз. Аю, ою, қою, қию, құю, көбею, есею, түйу, үлкею, юбка, азаю. Мансұр, саған үйде көбірек оқу керек. Айсұлтан, жалғастыра ғой. Өте жақсы, жарайсың, Айсұлтан. Ал енді балалар, назар аударайықшы. Ю әрпі осы сөздердің қай бөлігінде кездесіп тұр? Аю сөздің соңында, юбка сөздің алғашқы буынында кездесіп тұр, иә? Ал енді компьютер деген сөзді айтып көрейік. Ю әрпі сөздің қай бөлігінде кездесіп тұр? Иә, дұрыс айтасыңдар. Сөздің ортаңғы бөлігінде кездесіп тұр. Енді бұдан келіп шығатын ереже ю әрпі сөздің басында да,
соңында да және ортасында да кездесе алады екен. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді қазір үлкею, көбею, есею сөздеріне дыбыстық талдау жасаймыз. Әркім өз бетінше. Ең алдымен барлығымыз бірінші сөзге талдау жасап көрейік. Бірінші буынға бөлеміз. Үл, ке, ю. Неше буын бар екен? 3 буын. Яғни 3 дауысты дыбыс бар және 2 дауыссыз дыбыс бар екен. Ү дауысты дыбыс, Л дауыссыз дыбыс, К дауыссыз дыбыс, Е дауысты дыбыс, Ю дауысты дыбыс екен. Қалған 2 сөзді әркім өз бетінше талдау жасасын. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біздің келесі тапсырмамызға назар аударайық. Әңгіме берілген екен, мәтін берілген екен. Қанекей барлығымыз мені мұқият тыңдаймыз. Мен сендерге мәтінді бір рет оқып беремін. Одан кейін өздерің іштей бір рет оқып, мәтінде не туралы айтылғанын түсініп аласыңдар. Аю, түлкі, қасқыр үшеуі жарысты. Қорбаңдаған аю араның ұясын бұзып кетті. Аралар аюды шаға бастады. Араларға таланған аю тез жүгірді. Сөйтіп аю түлкі мен қасқырдан озып кетті. Ал балалар, мәтінде не туралы айтылған екен? Қандай жануарлар жарыса жөнелді? Аю ненің ұясын бұзып кетті? Сонан соң аралар оған не істеді? Аю неліктен тез жүгірді? Ол қалай жүгірді? Аю мәреге нешінші болып келді? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Сендер мәтінді жақсы меңгердіңдер. Балалар, қазір біз ю әріпін жазуды үйренетін боламыз. Ю әріп үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жол ортасына дейін көтеріп, қысқа сызық сызамыз да тік төмен түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере, астыңғы сызыққа тигізе, солға қарай доға жасап, сызықты оңға тартып, көлбеу сызықты жоғарғы сызықта қиямыз да, сызықты оңға қарай жүргіземіз. Осы сызықтан төмен қарай жартылай доға сызып, оны астыңғы сызыққа тигіземіз де, жоғары көтереміз. Үлкен сызық ортасына жеткенде, доға сызықты солға бұрып, дөңгелекті жабамыз. Ю әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу тік сызық сызамыз. Сол сызықты бастыра, жол ортасына дейін көтерілеміз де, оңға қарай белбеу жасаймыз. Енді төмен қарай доға сызық жасай отырып, оны астыңғы сызыққа тигізе, жоғары көтереміз. Үстіңгі сызыққа тигізе доға сызықты солға қарай бұрып, дөңгелекті жабамыз. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Сендер ю әрпін көркем жазуды үйрендіңдер. Мінекей балалар, біздің сабағымыз соңына да жетіп қалды. Үйде оқулықтың 104-ші бетіндегі жеңімпаз аю мәтінін оқып келесіңдер. Ал қазір күлегештер ойыны арқылы сабағымызды қорытындылайық. Сендердің алдарыңда шеңбер берілген. Егер сендер бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңдер, шеңберге күліп тұрған күлегештің суретін, ал сендерге әлі де көмек қажет болса, тапсырмаларды орындауда қиналған болсаңдар, мұңайып тұрған күлегештің суретін салыңдар.
өте жақсы жарайсыңдар. Барлықтарың сабақты жақсы түсінген екенсіңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.